Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін түскі уақыт. Тауық қорадамыз. Тауықтарымыз осы. Бүгінгі видео тауықтарымыз көбісі енді сұрақ қойып отыр. Жұмыртқа тауық тумай қалды, күн ысыдан ба деп. Күннің ысылығының да әсері болады. Кейде тауық жұмыртқа тумаса, бірақ көбін мазалайтын көп адамдардың сұрағы: тауық неге жұмыртқа тумайды? Тауық жұмыртқа туу үшін ең біріншіден тауықтың суын уақытында беру керек, жемін уақытында беру керек. Сосын арасында далаға шығарып тұру керек, аптасына 2 рет. Сосын осындай шөп жұлып бересіздер. Осылай шөп жұлып берсеңіздер, витаминнің барлығы қазіргі уақытта тауықтар қыстан шыққаннан кейін енді көк шөп жейді. Жасыл шөп жегенде көкке шыққанда кішкене тауықтар жақсы жұмыртқа туып бастайды. Енді көп тауықтардың көбі енді қыстай тұрып қорада тұрады, витамин жетіспейді оларға. Манағыдай ракушка тас жетіспейді, айнек жетіспейді. Енді тауықтар айта берсе неше түрлі нәрсесі бар ғой. Сосын осындай көк шөп жұлып беремін әует уақытында. Мен постоянно жемін таңертең жетіде береміз. Әует уақытында осындай шөп жұлып беремін. Суын 3 мезгіл құямыз. Кешкісін 1 сағат далада шаруа сыртына жаямын. Сосын осындай жұмыртқа береді. Мінекей. Осылай жұмыртқа туады. Келесіз, мысалы, таңертең жем беріп тастайсыз да, үйге барып қайтадан ұйықтайсыз. Или компьютер ойнайсыз, тағы басқа істейсіз. Осыны әуетке міне жұмыртқа қоры жеуге болады. 2 жұмыртқа нормально. Осылай тек көк шөбін әкіп бөлесіз, аласыз, жұмыртқаны аласыз, кетесіз ғой. Сосын бір бауырым жазып кеткен екен. Брат, тауықтардың аяғында, атештің аяғында не бар деп, қабыршақ таңып кеткен деп. Менде болған, бір тауық аяғына баса алмай қалып, қабыршақ таңып кетті. Манағыдай жұлып тастадым, зеленка жақтым, кеткен жоқ. Содан кейін өзі балапан басып шығарды. 21 күн балапан шығарғаннан кейін ана аяғындағы жарасы кетіп қалды. Өзімен өзі автоматически. Содан кейін нормально ақсақтамай жүріп кетті. Енді атешке келетін болсақ, атештің манағы аяғында қабыршақтар жұлыпсаңыз, сосын қанап отқан жағдайда зеленка құйыңыз. Зайлап солай істей тұрыңыз, пока кету керек. Или болмаса маз алып, маз жағасыз, фипапликеден аласыз да маз жағасыз. Енді ол дейтін қабыршақтаған ештеңе етпейді. Жалпы айтқанда, ол өзінің уақытымен түсіп қалады. Өзі шығады, өзі түсіп қалады. Ол жалғыз тауықтарда, атеште де тауықтарда өзі сондай, ол постоянно. Әзірге видео болса, арнаға жазылыңыздар. Алдын ала рахмет. 56 подписчик болыпты. Ала берді, осының келесі айдың 10-на дейін 100-ге жеткізіп тастасақ, берді конкурс ұйымдастыратын болам. Жұмысқа кетпедім, берді 1 айдан кейін келем. Соған дейін подписчикке жазылып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Давайте 1 айдан кейін көрсеміз, берді.